саламатсыздармы? Номері 7 қалалық емхананың жалпы тәжірибелік дәрігері Жаналыкова Фариза Ерболатқызы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз әлеуметтік маңызы бар аурулар. Әлеуметтік маңызы бар аурулар деп қоғам құрылысынан экономикалық жағдайға байланысты пайда болатын ауруларды айтамыз. Бұл ауруларға туберкулез, адамның иммуны тапшылықты вирусты инфекциялары, созылмалы вирусты гепатиттер, бауыр циррозы, қатерлі ісіктер, қант диабеті, жедел миокард инфарктісі, психикалық мінез-құлық бұзылулары, балалардың церебральды сал аурулары, орталық жүйке жүйесінің аурулары, дәнекер тінінің жүйелі зақымдануы жатады. Белгілі бір әлеуметтік маңызы бар аурулар бар науқастар медициналық көмек ала алады. Ол қызметке амбулаториялық, стационарлық алмасатын қызметтер жатады. Яғни бұл емдеудің, диагностикалық бақылаулы қызметтер жатады. Сонымен қоса, бұл науқастарға диагноз қойылған болса, өз емханасында диспансерлік есепте тұрған болса, аурудың өршу сатысында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша және міндетті әлеуметті сақтандыру жүйесі бойынша тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. Демек, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің мәртебесіне қарамастан барлық дәрілер қолжетімді болады.